Сіздермен бірге домашний пельмен дайындайтын боламыз. Қане кеттік. Рецепт қажет болса, описанияға жазып қалдыратын боламын. Пельмендеріңізді маранцидке сақтауға болады. Қазір мен сіздерге айтатын боламын. Арнайы пакетке барлығын салып, артық пельмендеріңізді осылай бетін буып, жақсылап бетін буып маранцидке сақтасаңыз болады. Жұмыстан шаршап келген жағдайда дайын суға бұқтырып пісіріп алсаңыздар өте керемет болады. Сіз де жасап көріңіз, міндетті түрде ас болсын.